Сәлеметсіздер ме, құрметті салық төлеушілер? Жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңіне байланысты Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 250 нысандағы активтер мен міндеттемелер туралы декларациясын кезең-кезеңімен толтыруды көрсетеді. Ең алдымен смартфонға е-салық азамат мобильді қосымшасын жүктейміз. Жүктелгеннен кейін қосымшаны ашамыз. Жоғарыда сол жақта орналасқан батырманы басамыз. Ары қарай декларация тапсыруды басамыз. ЖСН жазамыз. Кіру тіркелуді басамыз. Сізге 4 таңбалы SMS коды келеді. Құпия сөзді енгіземіз. Қосымшаға жылдам кіру үшін 4 таңбалы кодты ойлап табамыз. Сол жақтағы батырманы басамыз. Содан кейін декларация беру батырмасын басып, 250 форманы таңдаймыз. Ары қарай салық төлеушінің санатын басамыз. Бұл санатын таңдаймыз. Жыл 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша автоматты түрде таңдалады. Ары қарай декларацияның түрі бастапқы болып табылады. Резиденция мәртебесін резидент таңдайды. Мемлекеттік кірістер органының коды тіркелген жері бойынша көрсетіледі. Мысалы, біз Шығыс Қазақстан облысын таңдап, Алтай ауданын көрсетеміз. Телефон нөмірін енгіземіз. Ары қарай белгі қойылған жерге толтырылған мәліметтерді растау туралы белгіні таңдайсыз. Жалғастыруды басыңыз. Бұдан әрі бізде 34 миллион 500 мың теңгеден аспайтын ақша қаражатының болуы туралы мәлімет шығады. Егер сізде ақша қаражаты болмаса, ештеңе көрсетпейсіз. Және жалғастыру батырмасын басыңыз. Бұдан әрі бізде Қазақстаннан тыс жерлердегі мүліктер, көлік құралдары, банктік шоттар туралы мәліметтер, жылжымайтын мүлік құрылысына үлестік қатысу туралы мәліметтер, инвестициялық алтын, бағалы қағаздар және тағы басқа мәліметтер шығады. Тізімде жоқ болса, жалғастыру батырмасын басыңыз. Ары қарай SMS код арқылы қол қойыңыз және жіберіңіз. Естеріңізге сала кетейік, 15 қыркүйекте жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация тапсыру мерзімі келеді.